Ал достар, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қайырлы күн болсын. Студиядан шығып қайтып келе жатырмын. Көргендеріңіздей Гүлнұр екеумізде таныстық тоқтады, өкінішке орай. Бір-бірімізді қинағымыз келмеді, алайда былайда ашылмаған сезім ол түбінде ашылмайды екен негізі. Жақсы сыйластықпен әдемі қалдық. Ол жобада отырған қыз менен кейін мүмкін үміткерлер кеп сонымен жұп болып кететін шығар. Сол үшін бағын байламайын деп таныстықты осы жерден тоқтатуды жөн көрдік. Біз енді ары қарай өзіміздің жұмыстарымызбен тірлігімізді жалғастырамыз, жұмыс істейік. Сол таныстық тоқтады. Короче, тиктокта көже істеп жатыр ғой. Енді наурыз болған екен, барлық жақта наурыз көжені салып жатыр. Короче, көже ешкім келіп кетті, аналарды көріп ше. Сәл жеріктігім ұстап, короче, көже іздеп көшеге шықтым. Магазиндерде сатылмайды екен көже. Уже 4-ші магазинге бардым, көже жоқ дейді. Шұғылада көже іздеп жүрмін. Түнгі 12-де жеріктігім ұстап. Сіздердің де ішкілеріңнен кеп жатқандар бар ма араларыңда? Біргеміз. Тауып аламыз түбі. Мамашқа болғанда ғой жанымда істеп бере салатын. Или ауылға барып қайтайын ба көже ішу үшін. Короче, әйтеуір бүйтіп жүріп, 10 магазинге барып жүріп, шұғыладан көже таптық, бірақ сәл бір түрлі болып тұрды ана көже. Наурыз көже дейді әйтеуір наны. 6-3 теңге тұрады дейді, осындай кішкентай ақ. Қазір мына кесеге құямыз. Ал бүйтіп жүріп, 10 магазинді аралап тапқан көжеміз, наурыз көжеміз осы, бағасы үстінде жазылып тұр. Қазір таза кесеге құятын боламыз. Наурыз көже дейді әйтеуір. Мына астында қап кетті ғой бәрі. Наурыз көже дейді, жеріктігім ұстады ше бүгінше. Короче, дәмі онша емес мына көженің ше, прикинь. 10 магазинді іздеп жүріп, әрең тапқан көжем дәмі онша емес болып шығады ғой. Тұз жоқ па, бір теңгесі кем мынаның ше. Ал мен енді екінші ресторанға келе жатырмын. Қазір уже қыз ұзатылады. Ой, бүгін ұзатпайым. Әкесімен билет. Біздің трио. Айшылыстарым өлең айтып жатыр. Біз қонақ болып келіп қалдық. Менің екі қайынсіңілім Мадина и Абиб. Үшеміз қонақ болып жүрміз. Люди в черном болып жүрміз. Қызық болады.